Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бұл видеода біздің көрші еліміз Өзбекстанға саяхат жасаймыз. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басып тіркеліңіздер. Өзбекстанның жер көлемі 442 мың шаршы шақырым. Өзбекстан Қазақстанның оңтүстік-батысындағы мемлекет. Солтүстігі мен батысында Қазақия тұр. Ал шығысында Қырғызстан мен Тәжікстан бар. Оңтүстігінде Ауғанстан мен Түркменстан бар. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Алтын Орда билеушісі Өзбек хан негізін қалаған. 1991 жылы Өзбекстан КСРО-дан 31 тамыз күні президент Ислам Каримов бастауымен тәуелсіздік алды. Қазір Өзбекстанның басым көпшілігі өзбектер 71%, орыстар 10%, қазақтар 4%, тәжіктер 3,9%, басқа этникалық топтар 10%. Өзбекстандықтардың 4/3 ауылда тұрады. Орта Азиядағы халық көп шоғырланған қала ол Ташкент, 2,5 миллион адам. Өзбекстандағы білім мен мәдениет Ресейдің ықпалына қарамастан жақсы дамыған. Өзбекстанда сауаттылық деңгейі 99%-ды құрайды. 1991-ден 2016 жылға дейін Ислам Каримов басқарды. Қазіргі президенті Шавкат Мирзаев. Бұл ел мақта экспорты бойынша 2-ші орында, ал шығару бойынша 5-ші орында. Өзбектердің негізгі кәсібі ауыл шаруашылығы. Өзбекстан Дио, Nexia, Matiz, Rabon тағы басқа эконом-класс автомобильдерді шығарады. Ұмытып бара жатыр екенмін. Өзбекстанның құрамында көпшілік білмейтін Қарақалпақ